Сіздермен бірге әдеттегідей Бану Аманқызы каналға қош келдіңіз. Әзілхан Нұршайықов аңыз бен ақиқат үзінді 7-ші сынып 2-ші бөлім. Әзілхан Нұршайықов бұрынғы Семей облысында туған. Әзілхан Нұршайықов Алматыдағы Тау-Кен институтының жұмысшы факультетінде, Семейдегі Абай атындағы педагогикалық институтында оқыған. Әзілхан Нұршайықов Михаил Шолоховтың «Адам тағдыры» туындысын қазақ тіліне аударған. Әзілхан Нұршайықов еңбек жолын мұғалім болып бастаған. Әзілхан Нұршайықовтың романы «Ақиқат пен аңыз», Әзілхан Нұршайықов, Иван Бунин, Михаил Шолохов шығармаларын аударған. Бауыржан Момышұлы 1942 жылы полк командирі болып жүргенде омыртқасына оқ тиді. Бауыржан Батырдың омыртқасына қадалған оқты дәрігер ұстараның жүзімен алып шықты. Бауыржан Батыр арқасынан алынған оқты Самбатқа жеткізген. Лоха жауынгерінің қолына ұстатқан. Бауыржан Момышұлының өзіне берген орденін қайтып бергенін білеміз бе? «Ақиқат пен аңыз» шығармасында Бауыржан Момышұлының азаматтық ерлік тұлғасы ашылады. «Ақиқат пен аңыз» романның жазылу формасы бүкіл оқиға автор мен кейіпкердің диалогіне құрылғандығымен ерекше. Қазақтың үш бәйтерегін білесіз бе? Оны білмеу мүмкін емес. Олар Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин. 1872 жылы Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сартүбек ауылында дүниеге келген. Мағжан Жұмабаевтың атасы Жұмабай қажы Алаштың 5 арысы. Шәкәрім Құдайбердіұлы Мағжан Жұмабаев. Алаш қозғалысы ғасырдың алғашқы ширегінде Ресей империясының отарлық билік жүйесіне қарсы бағытталған ұлт азаттық қозғалыс болды. Тіл құрал еңбегінің авторы Ахмет Байтұрсынов екенін бәріміз білеміз. Қазақ газеті 1913 жылдан бастап шығарыла бастады. Психология еңбегінің авторы Жүсіпбек Аймауытов. Айқап журналы 1911 жылдан бастап шығарыла бастады. Алашорда үкіметі 1917 жылы құрылды. Міржақып Дулатов 1885 жылы дүниеге келген. Ескі шежіре деректерінде Алаш атауы қазақ халқы сөздің ішінде қолданылады.